Құрметті табиғат жанашырлары, қадірлі түркістандықтар, бүгін біз қоғам үшін маңызды экологиялық іс-шарада кездесіп тұрмыз. Өздеріңіз білесіздер, біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелдің тапсырмасына сәйкес еліміз бойынша Таза Қазақстан экологиялық акциясы басталып кетті. Түркістан облысы оңтүстік аймағында орналасқаннан кейін бұл жерде көктем ертерек келеді. Сол себептен де бізде мынау тазалық жұмысы және де ағаш отырғызу жұмыстарын бастады. Қазіргі таңның өзінде де бізде Түркістан облысы бойынша 140 мыңнан астам ағаштарды әктедік, 130 мыңнан астам көшеттер отырғыздық, гүлдері отырғызып отырмыз. Сол себептен де осындай Таза Қазақстан экологиялық акциясын біздің белсенділеріміз, жастарымыз қуанышпен қарсы алып отыр. Бұл акцияның негізгі мақсаты бізде осы тұрғындарымыздың, әсіресе жастарымыздың табиғатқа деген, қоршаған ортаға деген сүйіспеншілігін ояту. Осы сәтті пайдалана отырып, барша түркістандықтарды мен осы бүгінгі жасап отырған экологиялық акцияға қосылуды шақырамын, қолдауды сұраймын. Және де осы еңбекпен және бірліктің арқасында біз Түркістан облысын гүлдендіріп, көгалдандырайық және де таза ұстайық.